Сәлем қыздар, бүгін біз дрожсыз табиғи ашытқымен грессини нанын пісіретін боламыз. Ол үшін бізге ашытқы 100 грамм, жылы сүт 100 грамм, бөлме температурасындағы су 100 грамм керек, тұз 5 грамм, қант 10 грамм және 350 грамм қажет. Ең алдымен ашытқыға жылы сүт пен суды құйып араластырамыз. Оған тұз бен қантты қосамыз. Енді 350 грамм ұнды салып, қамырды жақсылап илейміз. Қамырды илеп болған соң 15 минут сайын 2 рет басамыз. Одан кейін 1 сағатқа бөлме температурасына ашуына қалдырамыз. 1 сағат өтті. 1 сағаттан кейін қамырды жайып, қалаған пішіндермен кесіп, форма жасап, жарты сағат көтерілгенін күтеміз. Осы уақытта духовканы қосып, алдын ала қыздырамыз. Нанды 180 градуста пісіретін боламыз. Менде арнайы узорға арналған пышақтар мен қайшылар бар. Сонымен шашақ тәріздес етіп қамырды кесемін. Мен нанымның жартысын чеснокпен, жартысын чесноксыз пісіретін боламын. Чеснокпен пісіру үшін 3 дана чеснок, укроп ас көктен 1 пучок, тұз дәміне қарай және сұйық май 1 ас қасық. Чеснокты майдалап тураймыз укроппен бірге. Барлығын араластырамыз да қамырдың бетіне жағып, оны спираль тәріздес етіп ораймыз. Одан да бөлек осылай роза гүл пішінін жасауға болады. Дастарханға өте әдемі көрінеді. Қонақтарға наннан әдемі себет шығады. Пішінін жасап болдық. Енді жұмыртқаның сарысын жағып, бетіне күнжіт сүйіп, 180 градуста пісіреміз. Менің духовкамда 30-40 минут піседі, ал сіздер өз духовкаларыңызға қараңыздар. Бір қарағанда нан қатты көрінуі мүмкін, дегенмен өте дәмді қытырлақ нан шығады. Пісіріп көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, сонда түрлі ашытқысыз нанды өздеріңіз үйде пісіруді үйренесіздер.